Өміріңізде байлыққа қол жеткізу үшін не істеу керектігін ойланып көрдіңіз бе? Көбісі бір ауыздан жалақысы жоғары жұмысқа орналасу керек десе, бірі табысты инвестиция жасап, пассивті табыс көзін табу керектері анық. Бұның бәрі дұрыс, бірақ ең алғашқы қадамды әр адам өзінен бастауы керек. Атақты клиникалық психолог, Торонто университетінің психология профессоры Джордан Питерсон өзіңізді, әдеттеріңізді, айналаңыз бен мінез құлқыңызды өзгерту арқылы миллиондаған табысқа қол жеткізу бірнеше есе жеңілірек болатынын дәлелдеген. Басты сұрақ, осы өзгерістер болу үшін не істеу керек? Дәл қазір біз миллиондаған адамдарға әл-ауқатын жақсартуға көмектескен Джордан Питерсонның таңғажайып әдістері жайлы айтып береміз. Ол сізге де көмектесері сөзсіз. Джордан Питерсон дәрістері әлем бойынша миллиондаған көрермен мен тыңдарман жинауда. Оның бір ғана дәріс оқуының өзі $150-175 мың құрайды. Оның өмір сүрудің 12 ережесі, хаосқа қарсы дәрі атты кітабы әлемнің 40-тан астам тіліне аударылып, 5 миллион дана тиражбен таралған. Психология профессоры адамдардың өмірін өзгертетін кеңестермен аянбай бөліседі. Кейде олар біздің әлемге деген үйреншікті көзқарасымыздан ерекшеленеді, және бұл профессордың қайталанбас артықшылығы. Өз дәрістерінде ол құндылықтар мен ұстанымдарға қарсы болса да шындықты бетке айта салады. Бірінші, ақымақ ережелердің құлы болмаңыздар. Дәл осылай Питерсон адамдарды біздің қоғамда бар идеялардан да өзге идеялар ойлап тауып, күн сайын өзін-өзі жетілдірудің жаңа жолдарын іздеуге шақырады. Екінші, денеңізге арналған әдеттерден бастаңыз. Джордан Питерсон барлық сәттілік сіздің миыңыз бен денеңізден басталады дейді. Ол бірнеше қарапайым, бірақ күшті кеңестер арқылы жадыңызды, когнитивтік функцияңызды жақсартып, зейініңді шоғырландыру ауқымын кеңейте алатыныңызды алға тартады. Питерсон күн сайын таңертең бір уақытта оянуға кеңес береді. Сіздің таңғы асыңыз құнды, және тамақ кезінде, әсіресе таңертең, көмірсулар мен қанттың мөлшерін қадағалау керектігін ескертеді. Питерсон осы екі қарапайым әдет сіздің эмоционалды және физикалық күйіңізді тұрақтандыратынына сенімді. Бұл едәуір табысқа жету үшін күн сайын таңертең талап етілетін нәрсе. Үшінші, өз-өзіңізді талдаңыз. Профессор Питерсон өзіңізді бүгінгі біреумен емес, кешегі өзіңізбен салыстыруға кеңес береді. Өзіңізді үнемі басқалармен салыстыру біздің заманымыздың сұмдық шындығы. Біз әрқашан бізден жақсы адамды табамыз. Нәтижесінде әрдайым басқалардан өзімізді төмен сезінеміз. Біріншіден, сіз әрқашан белгілі бір шаруаны сізден де жақсырақ атқарар адам табыларын мойындаңыз. Әрдайым осылай болатынын қабылдаңыз, өйткені бұл адамның табиғатына тән дүние. Ондай ойлардан арылыңыз. Өзіңізді басқа адамдармен мәнсіз салыстыруды доғарыңыз. Осы қағиданы түсінгеннен кейін өмір жеңілдеп, алға қойған мақсатқа жету оңайырақ болады. Шындығында ең бастысы бұрынғымен салыстырғанда қаншалықты өскеніміз. Питерсон күн сайын өзіңізде аздап жақсартуға болатын нәрсені табуға кеңес береді. Сонымен қатар, немен айналысу керектігін түсіну үшін әр ойыңызды қағазға түсіріңіз. Болашақта бұл сіздің өміріңізге елеулі өзгерістер алып келеді. Төртінші, өзіңізді дамытуды қолға алыңыз. Бұл кеңес алдыңғыға тамаша қосымша болып табылады. Джордан Питерсон өсудің маңыздылығын атап көрсетеді, бірақ мұны сәттілікпен шатастырып алмаңыз. Егер сізде өзін-өзі тану болмаса, сыртқы жетістіктеріңіз, мысалы банктік шоттағы үлкен сомалар, сыртқы келбетіңіз, немесе қоғамдағы ықпалыңыздың мәні болмайды. Питерсон материалдық жетістіктермен қатар ақыл-ой және рухани өскенде нағыз табысқа жететініңізді атап көрсетеді. Мұның бәрі бір-бірімен байланысты болғандықтан, бір уақытта барлық бағытта даму маңызды. Сол үшін де өмірде жеңіске жету үшін өзіңізді дамытуда қолға алыңыз. Бесінші, басқаларды тыңдаңыз. Дана адамдар қайта-қайта тыңдаудың құдіретін атап көрсетеді. Ал Питерсон бұл даналықты өз ережелерінде бекіте түскен. Сіз тыңдап отырған адам сіз білмейтін нәрсені білуі мүмкін деп ойлаңыз. Адамның өмірлік қажеттіліктерін тыңдаңыз және түсініңіз. Біз басқаларды тыңдасақ, олар бізді түсініп қана қоймайды. Сонымен қатар бізді жаңа идеялармен таныстырады. Көбінесе тамаша ойлар әңгімелесу, ой алмасу, тәжірибе алмасу сәтінде туады. Бұл кеңесті елеусіз қалдырмаңыз. Тыңдауды үйрену үшін әңгімелесушімен әңгімелесуде қорытындылау пайдалы болады. Бұл сіздің қарсыласыңызды толық түсінуіңізге, сонымен қатар өз ойыңызды нақтылауға мүмкіндік береді. Алтыншы, жазуды үйреніңіз. Питерсон бұл дағдыны 21 ғасырдағы ең қажетті дағдылардың бірі деп санайды. Профессор мұны жазу есте сақтауға ықпал етеді және сіздің ойыңызды жүйелеуге көмектеседі деп түсіндіреді.
Жақсы жазу үшін алдымен не туралы жазып жатқаныңызды ойлау керек. Ал ол туралы ойлану үшін бір жерден біліп, оқып, зерттеу жүргізу керек. Осыдан кейін жақсы мәтін жасау үшін шығармашылық дағдыларыңызды қолдануыңыз керек. Сонымен қатар әріптерге, буындарға және сөйлемдерге енгізілген ақпарат сүзгіден өткізіліп, пайдалы және реттелген болуы керек. Оның үстіне жақсы жаза алсаңыз, көпшілік алдында сөйлей аласыз. Бұл бүкіл процесс мидың жұмысын ұйымдастыруға, ойыңызды нақтылауға көмектеседі. Біз жай ғана жазып жатқан сияқтымыз. Бірақ іс жүзінде қанша процесс қатысады. Егер сіз жаза алсаңыз, сізде күш бар екеніне Питерсон сенімді. 7-ші, өзіңізге ұнамайтын нәрсені істеуді доғарыңыз. Джордан Питерсон өзінің тәртіптен тыс кітабында адамдарды өздеріне ұнамайтын істермен уақытты босқа өткізуді тоқтатуға шақырады. Бұл әсіресе мансапқа қатысты. Қанағат әкелмейтін нәрсені істеу үшін өмір тым қысқа, дейді профессор. Егер сіз өз жұмысыңыздан ләззат алмасаңыз, оған бар күшіңізді бере алмайсыз. Сіздің эмоционалдық күйіңіз ғана емес, сонымен қатар қаржылық табысыңыз да оңалмайды. Тілегі мен ынтасы жоқ адам көп нәрсеге қол жеткізу үшін тырыспайды да. Бұл сабақ өмірдің барлық салаларына қатысты. Қазір істеп жатқан ісіңізден ләззат аласыз ба? Соны ойланып көріңіз. Егер жауап нақты иә болса, онда сіз дұрыс жолдасыз. Қаржылық жетістікке жету үшін сәл-пәл күш салу ғана қалады. Егер сіз дұрыс жолда екеніңізге күмәндансаңыз немесе нақты түсінсеңіз, өміріңізді дереу өзгертуге кірісіңіз. Өз-өзіңізбен шынайы болу сізді еркіндікке алып келеді және жаңа биіктерді бағындыруға жетелейді. 8-ші, тәуекел сізді төзімді етеді. Балалар скейтборд теуіп жүргенде оларды жалғыз қалдырыңыз. Бұл Питерсоннан өте қызықты кеңес. Оның мәні профессордың адамның қандай да бір қауіп элементінен ләззат алуға және одан сабақ алуға бейімділігін жарыққа шығаруында жатыр. Ол біз ата-бабаларымызбен салыстырғанда бұрын-соңды болмаған жайлы өмір сүріп жатырмыз. Және бұл бізді әлсіз етеді деген пікірде. Бұл ереженің мәні бізге және біздің балаларымызға белгілі бір тәуекелдерді қабылдауға мүмкіндік беру. Бұл төзімділікті арттыруға көмектеседі. 9-ші, кішкентай нәрселер сіздің өміріңізді сақтайды. Іс-әрекетіңіз кері кетіп жатқанда, Джордан Питерсон қуаныш әкелетін ұсақ-түйекке назар аударуға кеңес береді. Өмір бізді шаршатып жіберетін сынақтар жиі жібереді. Дағдарыс жағдайларын бірден шешу ең жақсы шешім емес. Оның орнына біз баяулап, алдымызда тұрған нәрсеге назар аударуымыз керек. Мәселелерді бірте-бірте шешіп, күніңізді нұрландыратын істермен айналысуға тырысыңыз. Сол кезде қиындықтарыңыздың шешімі табылып, өмір жақсара бастайды. 10-шы, достар табыстың ажырамас бөлігі. Біз жұмыс істейтін компания біздің өміріміздің нәтижелерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Питерсон пайдалы адамдармен достасудың маңыздылығын атап көрсетеді. Өзіңізді өміріңіздің жақсарғанын қалайтын адамдармен қоршаңыз. Олар сізді көтеру үшін бәрін жасайды. Сіз адасқан кезде олар сізге дұрыс жол сілтейді. Бірақ сізге сәйкес келмейтін адамдар сізді кері тартып қана қоймайды. Сонымен қатар сізді жаман іс-әрекеттерге итермелейді. Питерсон қарапайым, бірақ сыни шындықты көрсетеді. Егер адам күн сайын өзінің алдына қойған міндеттерін орындай бастаса, онда мұндай адам болашақ туралы алаңдамауы керек. Дәл қазір ойланыңыз. Өзіме дұрыс күтім жасағанда, қазіргі өмірім қандай болар еді деп өзіңізден сұраңыз. Бірден миыңызға жақсырақ болу, көбірек ақша табу, жақсы жағдайда өмір сүру үшін не істеуге болады деген ойлар келе бастайды. Осы идеялардың барлығын жазып алып, әрекет ете бастаңыз. Бұл видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл сіздің байлық жолындағы алғашқы қадамыңыз болады. Біздің арна жаңа жетістіктерге бейімделген үздік көрермендерді біріктіреді. Егер әлі жазылмаған болсаңыз, біздің саналы жандардың қатарына қосылыңыз. Комментарийге бізге Джордан Питерсонның қанша кеңесін өміріңізде қолданып жүргеніңізбен бөлісіңіз.